Көптеген фильмдер мен сериалдарды көрермендердің назарына ұсынған, фильмдері көрермендердің көңілінен шыққан, әр фильмін асыға күтетін продюсер Гүлнұр Мамасарипованың Келінжан сериалындағы Балқия рөлімен көпшілікке танымал болған актриса Нұргүл Мыңғатова сонау бала кезінен ақ сахна төрінде өнерін көрсетіп ән айтқанды ұнатқан екен. Нұргүл Мыңғатованың балалық шағы Аягөз қаласында өтеді. 1983 жылдың 21 шілде айында Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында дүниеге келген. Кейіннен Алматыға көшіп келеді. Әкесі Нұргүл кішкентай кезінде қайтыс болған екен. Анасы Семейдікі, әкесі Өскеменнен болған. Нұргүл өзі екі ағайынды, өзінен үлкен ағасы бар. Нұргүлдің балалық шағы ауылда нағашы атасы мен әжесінің толық махаббаты мен мейіріміне бөленіп өтеді. Нұргүл Мыңғатова 2004-2008 жылдары Алматыда жоғары оқу орындарында заңгер мамандығын алып шығады. 2009-2013 жылдары Бішкек қаласында Бішкек Республикалық өнер университетінің өнер бөлімін аяқтап, актриса мамандығын алып шығады. 2010-2011 жылдары Қазақфильм киностудиясында актриса әрі режиссердің көмекшісі болып қызмет атқарады. 2011 жылдан бері Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар және жасөспірімдер театрында актриса болып қызмет етеді. Актриса театрда бірнеше рөлдерді сомдайды. Тек театрда ғана емес, киноларда, сериалдарда өз рөлін керемет алып шығады. Келінжан сериалында, Құрбылар, Әкім әйел, Жар, тағы басқа көптеген фильмдерге түседі. Келінжанда Балқияның рөлін шынайы, барынша беріліп ойнағаны соншалықты, кинодағы күйеуі Мәдібекті көпшілік өмірдегі күйеуі екен деп қалады. Балқияның рөлін барынша шынайы ойнағаны соншалықты, әйел адамдар Балқиямен бірге күліп, бірге жылады. Актрисаның өзі Шиқылдақ деп ат қойып алған 3 жасар Әлінұр есімді ұлы бар. Рөлдерін өзінің біліктілігімен, актрисалық шеберлігімен, тәжірибесімен керемет алып шығатын, көрермендердің жүрегінен жол таба білетін актриса Нұргүл Мыңғатоваға творчестволық табыс тілейміз. Қадірлі оқырмандар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытып кетпеңіздер. Төменде пікірлеріңізді қалдырсаңыздар екен. Алла қаласа, алда әлі талай қызықты мәліметтерді салатын боламын.